Елбасы жолдауы сыр жұртшылығына үлкен серпін берді. Тәуелсіз Қазақстанның әрбір жетістігіне марқаятын халық ертеңгі күннің жарқын боларына сенімді. Бүгінгі буынның ерен істері мен жас ұрпақтың жасампаздығы елді алға жетелейді. Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқытушылары мен студенттері сенаторлармен кездесу кезінде осылай дейді. Барлық сала бойынша өзгерістер орын алуда. Еліміз үшін тілді оқытуға кезең-кезеңімен көшпек. Сондықтан алдымен ауылдық жерлерде өзге пәндерді ағылшын тілінде оқытатын педагогтарды дайындап алу қажет. Сондай-ақ халық сандық ақпараттық технологияны дамыту, аграрлық сала мен кәсіпкерлікті қолдауға қатысты басымдықтарды қолдайды. Елбасының жолдауын біздің халқымыз, сыр бойының халқы жақсы қабылдап жатыр. Оның ішінде айрықша мысалы ауыл шаруашылығына, біздің өзіміздің дәстүрлі шаруашылыққа мән берілгендігіне ауыл халқы қуанып жатыр. Соның ішінде айта кету керек, мына кооператив мәселесі. Осы жолдаудың өзі біздің парламентте көптеген заңдарға толықтырулар мен өзгертулер енгізуге негізі болып отыр. Әлі осы алдымыздағы жыл көптеген заңдар өзгертіледі. Осы жолдауға сәйкес осыны орындау барысында солар заңдық база қалыптасады деп есептеймін.